Құрметті тыңдармандар, әңгімемізді бастамас бұрын арнаға жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал енді әсерлі оқиғаны бірге тыңдайық. Ауылдың шет жағында ескі талдардың арасында шағын ғана үй тұратын. Сырт көзге қарапайым көрінсе де, ол үйдің ішінде бір отбасының бүкіл әлені, бүкіл бақыты жатқан еді. Фарида үшін ол үй тек қабырға мен шатыр емес, өмірінің мағынасы болатын. Таң атқанда бірінші еститіні үй ішіндегі тыныштық, ал ең бірінші көретіні өзінің кішкентай ұлы Альтаирдің ұйқыдан оянып, күлімсіреп көзін ашуы. Альтаир. Бұл есімді Бақытжан екеуі көп жыл күткен үмітпен қойған. Жұлдыздай жарық болсын, өмірі биік болсын деген тілек еді. Фарида әр таңын сол баланың иісін сезінуден бастайтын. Оның кішкентай қолдары мойнына оралғанда, дүниедегі барлық ауырлық бір сәтке жоғалып кететіндей болатын. Бақытжан болса, сырттай сабырлы көрінгенімен, ішінде балаға деген махаббаты от болып жанатын. Жұмыстан шаршап келсе де, есіктен кіргенде бірінші іздейтіні ұлы. «Әке!» деп жүгіріп келетін Альтаирдің дауысы үй ішін жарып жіберетіндей әсер қалдыратын. Сол сәтте Бақытжанның жүзіндегі барлық шаршау жоғалатын. Ол баласын құшағына көтеріп, «Менің кішкентай батыр балам келді ме?» дейтін жымиып. Фарида сол көрініске қараттырып, жүрегінде бір жылы тыныштық сезетін. Осындай сәттер мәңгі жалғасатындай көрінетін. Тіпті өмірдің өзі осы бақыттан басқа ештеңе сұрамайтындай еді. Бірақ адамның ең қауіпті қателігі бақытты мәңгі деп ойлау. Сол күні таң да дәл осылай басталды. Күн ашық, жел баяу, ауыл тыныш еді. Альтаир аулада ойнап жүрді. Фарида үй ішінде күнделікті тірлігімен айналысып, анда-санда терезеден сыртқа қарап қоятын. Бәрі қалыпты. Бәрі тым қалыпты болатын. Ал кейде өмір ең ауыр соққыны дәл осындай тыныш сәттерде береді. Фарида ол сәттің өз өмірін түбегейлі өзгертетін соңғы тыныш таң екенін білмеді. Сол күннің түсі ерекше ашық еді. Күн көзінен жер қызарттырған жоқ. Керісінше бәрі жұмсақ, тыныш. Тіпті тым тыныш болатын. Фарида үшін бұл тыныштық әдеттегідей көрінді. Ана жүрегі қауіп сезбеген кез еді. Альтаир ауылда ойнап жүрген. Кішкентай қолмен топырақты қазып, бірде күліп, бірде өзімен өз сөйлеп қояды. Ол әлі бала ғой. Әлемнің ауырлығын білмейтін, әр нәрсеге тамырғай қарайтын кішкентай жан. Фарида үй ішінде нан илеп жатқан. Терезе ашық. Ауылда баласының дауысы естіліп тұр. Әр дыбыс оның жүрегіне тыныштық беріп тұрғандай еді. «Анашым» деген дауысы анда-санда естіліп қалады. «Иә балам, ойнай бер» деп Фарида жауап қататын. Сол сәтте ол ештеңе сезбеді. Ешқандай қорқыныш, ешқандай күдік жоқ еді. Бірақ уақыт бір сәтте өзгере бастады. Алғашында үн бәсеңдеді. Альтаирдің күлкісі азайды. Сосын мүлде тоқтады. Фарида қолындағы қамырын тоқтатты. Бір сәтке құлағын түрді. Тыныштық. Бұрынғыдай балалар дауысы жоқ. «Альтаир?» деді ол жай ғана. Жауап жоқ. Фарида терезеге жақындады. Аулаға қарады. Бос. «Альтаир!» Дауысы енді сәл қаттырақ шықты. Үйдің ішіндегі ауа бір түрлі ауырлап кеткендей болды. Ол сыртқа жүгіріп шықты. Көзін жан-жағына тез-тез жүгіртіп қарады. Ауылда ешкім жоқ. Кішкентай аяқ киімдері де, ойыншықтар да сол орында. «Балақай, қайдасың?» Дауысы дірілдей бастады. Фарида үйді айнала жүгірді. Қораға қарады. Артқыбы баққа шықты. Талдардың арасын қарады. Ештеңе. Жүрегі бірден дүрсілдеп кетті. Бірақ ол әлі де өзін сабырға шақырасы келді. Мүмкін көрші жаққа кеткен шығар, деп ойлады. Сол сәтте Бақытжан да келді. Оның жүзінен бірден бір нәрсе дұрыс емес екенін байқауға болатын. «Не болды?» деді ол асап. Фарида жауап бере алмады. Тек көзіне жас толтырды. «Альтаир?» «Жоқ». Бақытжан бір сәтке үнсіз қалды. Сосын дауысы қаттырақ шықты. «Қалай жоқ? Қайда кетеді ол?» Екеуі бір-біріне қараттырды. Сол қарапайым бір сәт олардың өмірін екіге бөлген сызық сияқты болды. Бақытжан бірден сыртқа жүгірді. Көршілерге қарай кетті. Фарида болса үйдің ортасында тұрып қалды. Қолдары дірілдеп, жүрегі кеудесіне сыймай тұрғандай. «Мен бір минутқа ғана қарамай қалдым. Кек бір минут». Ол өзін кінәлай бастады. Ана жүрегі сол сәтте мың бөлікке бөлінді.
Сыртта адамдардың дауысы естіле бастады. Біреу жүгіріп жүр, біреу айғайлап жатыр. Бала жоғалды деген сөз ауылды бір сәтте дүр сілкіндірді. Ал Фарида болса бір ғана ойды қайталап тұрды. Менің балам қайда? Ауыл ішін бір ған хабар шайқап өтті. Бала жоғалды. Сол сөз ауыздан ауызға көшкен сайын жел сияқты жылдан тарады. Бірнеше минуттың ішінде-ақ көршілер есік алдына жиналып, бір-біріне абыржып қарап тұрды. Фарида болса үйдің ауласында қатып қалған күйі тұр. Оның құлағына сырттағы дауыстар көмескі ғана естіледі. Бәрі алыстап кеткендей. Тек бір ғана ой миын тесіп барады. Алтайыр, менің балам қайда? Бақытжан сатқа жүгіріп шығып кеткен. Ол ауылдың бір шетінен екінші шетіне дейін айғайлап жүр. Алтайыр, балам, қайдасың? Дауысы барған сайын қатты, барған сайын ашулы, барған сайын үнітсіз естіледі. Көршілер де қосылды. Бірі қораларды қарап жүр, бірі жолға қарай жүгірді, бірі талдардың арасын тіміскілеп іздеуде. Бірақ нәтиже жоқ, бала жоқ. Фарида үйдің есігінің жанында отырып қалды. Қолдары қалтырайды. Демі жиілеп кеткен. Көзінен жас тоқтамайды. Мен бір-ақ минутқа қарамай қалдым, деп қайталай береді ол. Бірақ ешкім оны тыңдап тұрған жоқ. Әркім өз іздеуімен әлек. Ауылдың үлкендері де келді. Бірі суық су ұсынды, бірі тыныштандырмақ болды. Бірақ Фарида ештеңе сезбейді. Оның ішінде тек бір ғана бос кемістік пайда болғандай. Сол сәтте полиция шақырылды. Көк шамдар жоқ, бірақ ресми тексеріс басталды. Бірінші сұрақтар. Соңғы рет баланы кім көрді? Қай уақытта жоғалды? Бөтен адамды көрдіңіздер ме? Фарида жауап беруге тырысты, бірақ сөздері үзік-үзік шығады. Ол аулада болды. Мен үйде едім, нан илеп жатқанмын. Оның даусы дірілдеп кетті. Соңғы сөзін айта алмады. Бақытжан полицияға ашулы күйде сөйлеп тұр. Біз оны бір минутқа да жалғыз қалдырған жоқпыз әдетте. Бұл мүмкін емес. Бірақ дәл сол мүмкін емес нәрсе болып қойған еді. Кеш түсе бастады. Күннің жарығы бәсеңдеген сайын, ауылдағы үміт те солғын тартып бара жатқандай. Адамдар әлі іздеп жүр. Қора, өзен жағасы, жол бойы, бәрі тексерілді. Бірақ Алтайыр жоқ. Фарида бір сәт орнынан тұрды. Ол баяу жүріп аулаға шықты. Бос орындыққа қарап қалды. Сол жерде кеше ғана оның баласы күлген еді. Ол орындыққа отырып, қолмен бетін басты. Қайдасың балам? Деген сыбыр ғана шықты. Сол сәтте оның ішіндегі бір нәрсе үзіліп кеткендей болды. Ана жүрегі бірінші рет шын мәнінде сынған еді. Ал ауыл үстінде кешкі тыныштық орнаса да, ол тыныштық енді ешкімге тыныштық емес еді. Кеш батып, ауыл үстіне қою қараңғылық түсе бастады. Бірақ ешкім үйіне қайтқан жоқ. Ауада бір ғана сұрақ ілулі тұрды. Бала қайда? Аула шамдары бір-бірлеп жанған сайын, Фариданың ішіндегі үміт те әлсірей түсті. Ол бір орында отырса да, бүкіл әлемді іздеп жүргендей күйде еді. Бақытжан полициямен сөйлесіп тұр. Оның дауысы шаршаған, бірақ әлде берілмеген. Біз бәрін қарадық. Ауылдың шеті, өзен жағы, жол, еш жерде жоқ, деді ол ашулы үнмен. Полиция қызметкері жазып алып тұрды, бірақ оның жүзінен бір түрлі суықтық байқалады. Бұл әдеттегі іздеу емес екенін сезгендей. Үйдің айналасын тағы бір тексереміз, деді ол қысқа ғана. Сол сәтте көршілердің арасынан сыбыр көбейе бастады. Бала өздігінен кете алмайды ғой. Біреу алып кеткен шығар. Үй жақтан ешкім көрмеді ме екен? Сол сөздер Фариданың жүрегіне ине болып қадалды. Ол басын көтеріп айналаға қарады. Не айтып тұрсыздар? Деді ол дірілдеп. Менің балам өздігінен кетпейді. Бірақ сыбыр тоқтамады. Керісінше күшейе түсті. Полиция енді сұрақты өзгертті. Соңғы күндері үйге бөтен адам келді ме? Біреумен жанжал болды ма? Отбасында қиындық бар ма? Фарида бір сәт үнсіз қалды. Оның ойында тек бір нәрсе. Баламды табыңдар. Бірақ жауап беру керек. Жоқ, ешкім, бәрі тыныш еді. Дауысы әлсіз шықты. Бақытжан да араласты. Бізде ешқандай жау жоқ, бұл бала. Бірақ ауыл ішіндегі күдік енді басқа бағытқа бұрылып бара жатты. Адамдар бір-біріне күмәнмен қарай бастады. Фарида үйге кіріп кетті. Есікті жапты да қабырғаға сүйеніп отырып қалды. Үй іші бұрынғыдай емес. Кім бос.
Тым суық. Ол Альтайырдың ойыншықтарына қарады. Кішкентай көлігі жерде жатыр. Бір бұрышта оның кішкентай шапаны ілулі тұр. Фарида оны қолына алды. Бетіне басып иісін сезді. Балам, сен қайдасың? Сол кезде есік қайта ашылды. Бақытжан кірді. Оның беті қатты өзгерген. Шашау емес, үрей. Полиция бізді бөлек сұрайды, деді ол ақырын. Неге? Деді Фарида бірден. Бақытжан жауап бермеді. Бір сәт үнсіз қалды. Сол үнсіздік ең қорқынышты жауап еді. Сыртта иттердің үруі естіледі. Біреу фонармен аула ішінде жүр. Ал Фарида жүрегінде бір нәрсені сезді. Бұл жай жоғалу емес. Бұл үлкен бір жұмбақтың бастауы. Ол орнынан тұрып есікке қарады. Мен баламды табам. Тірі болса да, жоқ болса да. Дауысы алғаш рет қатайған еді. Бірақ сол сәтте ол білмеді. Алда оны одан да ауыр шындық күтіп тұрғанын. Түн ауылды толжытып қойғандай еді. Терезелерде жарық аз. Көшеде үн жоқ. Бірақ Фарида үшін бұл түн тыныш емес. Керісінше, ең ауыр түндердің бірі болатын. Үй іші тым бос. Бұрын Альтайырдың күлкісімен тіріліп тұратын бөлмелер енді үнсіз. Сол үнсіздік қабырғаға соғылып, қайта-қайта жүрекке орылатындай. Фарида төсекте отыр. Көзі қырғамаған, бірақ бұл жай жылау емес еді. Бұл шаршаған, үмітсіз. Ішінде бәрі сөніп бара жатқан жылау. Ол қолына баласының кішкентай жастығын алды. Қатты қысты. Балам, сен қайдасың? Дауысы сыбыр сияқты ғана шықты, бірақ жауап жоқ. Бақытжан сыртта. Ол үйдің ауласында темекі тұтатып тұр. Қолдары қалтырайды. Ол да ұйықтай алмайды, бірақ ішіндегі күйзелісті көрсетпеуге тырысады. Көрші үйден әлде адамдар келіп кетіп жатыр. Бірі іздеу тоқтамайды дейді. Бірі мұндайда алғашқы сағаттар маңызды деп қайталайды. Бірақ уақыт өткен сайын үміт азайып барады. Фарида есіне сол күннің әр сәтін қайта-қайта алып келеді. Мен 1 минутқа қарамай қалдым. Тек 1 минут. Сол ой оны іштен жеп барады. Ол орнынан тұрып терезеге келді. Сыртқа қарады. Қараңғылық. Сол қараңғылықтың ішінде баласының бейнесін іздегендей болады. Егер мен шықпасам, егер мен оны қасымда ұстасам, деп сөйлейді өз-өзіне. Көзінен тағы жас тамады, бірақ бұл жолы дауысы шықпайды, тек үнсіз жылайды. Сол сәтте есік ашылды, Бақытжан кірді. Беті шаршаған, көзі қызарып кеткен. Ұйықташы, деді ол ақырын. Фарида бұрылмады. Қалай ұйықтайым? Деді ол дірілдеп. Балам жоқ кезде қалай ұйықтайым? Бақытжан үндемеді, жауап жоқ еді. Ол тек жақындап келіп, үстелдің шетіне отырды. Біз табамыз, деді ол өзіне де сенбей. Фарида басын шайқады. Егер табылмаса ше? Сол сұрақ бөлмені жарып өткендей болды. Үнсіздік. Сыртта жел күшейді. Керезе сәл дірілдеп кетті. Үй ішіндегі шамның жарығы әлсіз жанып тұр. Фарида орындыққа отырып, екі қолмен бетін басты. Мен шаршадым. Жылаудан шаршадым. Дем алудан шаршадым, деді ол сыбырлап. Бұл үміттің соңғы әлсіз дірілі сияқты еді. Бақытжан орнынан тұрып терезеге қарады. Оның ішінде ашу мен дәрменсіздік араласқан ауыр сезім бар. Ертең қайта іздеу күшейеді, деді ол. Бірақ бұл сөздер Фариданың жүрегіне жетпеді. Ол тек бір нәрсені сезіп отырды. Уақыт өткен сайын оның баласы алыстап бара жатқандай. Түн тереңдеген сайын Фарида ұйқыға емес, ауыр ойларға батып бара жатты. Ал бұл тек бастамасы еді. Таң әдеттегідей атқан жоқ. Бұл ауылда күн жай ғана шыққандай емес. Ауыр бір хабармен бірге көтерілгендей әсер қалдырды. Кеше түннен бері сөнбеген үміт бүгін жама күшпен қайта жанғандай болды. Фарида ұйықтамады, көз ілмеді деуге болады. Түн бойы бір нүктеге қарап отырып шықты. Қолында Альтайырдың кішкентай киімі. Сол ғана оның шынайы екенін дәлелдеп тұрғандай. Таңғы салқын ауа үй ішіне кіргенде ол орнынан әрең тұрды. Бүкіл денесі ауыр, жүрегі бос. Бақытжан сырттан кіріп келді. Киімі шаң, көзі қызарып кеткен. Бүгін үлкен іздеу басталады, деді ол қысқа ғана. Фарида басын көтерді. Үлкен іздеу? Иә, полиция ауданнан қосымша адамдар шақырды. Көрші ауылдарда көмектеседі. Сол сәтте Фариданың ішінде әлсіз бір қозғалыс пайда болды. Үміт сияқты, бірақ өте нәзік, үзіліп кетуге дайын нәрсе. Көп ұзамай ауылға көліктер келе бастады. Полиция қызметкерлері, еріктілер, көрші ауылдың жігіттері бәрі жиналды. Ауыл бұрын соңды мұндай қозғалысты көрмеген. Әр үй тексеріледі, деді бір офицер қатқыл дауыспен.
Әр қора, әр жол, әр өзен жағы. Фарида сыртқа шықты. Көз алдында адамдар жүгіріп жүр. Бірі талдарды қарап жүр, бірі жерді тексеріп жүр, бірі итпен ізгесіп жүр. Бірақ оның жүрегі тек бір нүктеде тоқтап қалған. Альтайыр жоғалған жер. Ол сол жерге барып тұрды. Кішкентай іздер әлде көмескі көрінеді. Осындай еді, деді ол сыбырлап. Дәл осы жерде. Көзінен жас қайта шықты. Бақытжан жанында тұр. Біз бәрін тексереміз, деді ол. Бірақ оның дауысы бұрынғыдай сенімді емес еді. Күн бойы іздеу жалғасты. Ауылдың сыртына дейін барды. Ескі жолдар, егістік, су арнасы бәрі қаралды. Нәтиже жоқ. Кешке қарай адамдар шаршай бастады. Кейбірі үмітсізденіп, үнсіз қайтып жатты. Фарида жерге отырып қалды. Қолымен топырақты ұстап көрді. Егер ол осы жерден кетсе, онда қайда? Деді ол өзіне өзі. Сол кезде полицияның бірі келді. Біз бір нәрсе таттық, деді ол. Фарида бірден түрегелді. Не? Қайда? Ол тірі ме? Офицер үндемей қалды. Бұл үнсіздік бәрінен ауыр еді. Кішкентай аяқ ізі жол жақтан табылды. Фарида жүрегі дүрсілдеп кетті. Ол сол жаққа кеткен бе? Біз анықтап жатырмыз. Бақытжан бірден сол жаққа қарай жүгіріп кетті. Артынан басқа адамдар да ілесті. Фарида орнында тұрды. Оның ішінде бір нәрсе қозғалды. Қорқыныш пен үміт қатар. Ол әлі тірі болуы мүмкін. Бірақ сол үміттің ішінде тағы бір суық сұрақ тұрды. Егер біреу алып кетсе ше? Аспан қарая бастады. Ал іздеу әлде тоқтаған жоқ. Бірақ енді бұл жай іздеу емес еді. Бұл шындыққа жақындау еді. Түн қайтадан ауылдың үстіне қонды. Бірақ бұл жолы ол бұрынғыдай тыныш емес еді. Әр үйде шам жанып тұрды. Әр терезеде үрей бар. Табылған аяқ ізі бәрін өзгертіп жібергендей болды. Фарида сол із табылған жерге қайта-қайта қарай берді. Жерге сіңіп кеткен кішкентай белгі, оның баласының тірі болған сәтін дәлелдейтін жалғыз нәрсе сияқты. Ол осы жаққа қарай кеткен, деді полиция қызметкері қартаға қарап. Бірақ кейін із үзіледі. Үзіледі? Деді Бақытжан ашумен. Қалай үзіледі? Офицер үндемеді. Тек қаламмен сызып тұрды. Фарида жақындап келді. Ол қорыққан ба? Жүгірген де? Даусы дірілдеді. Белгісіз, деді офицер қысқа ғана. Сол сөз Фариданың жүрегіне мұздай су құйғандай болды. Белгісіз. Бұрын бәрі анық сияқты еді. Бала ауылда ойнап жүр. Енді белгісіз. Ауыл ішіне тағы бір хабар тарады. Сол жолдың бойында бір көлік көрінген деген сөз бар. Бірақ нақты ешкім көрмеген. Полиция бірден соған назар аударды. Қай көлік? Қай уақытта? Деп сұрақтар жауды. Бірақ жауап жоқ. Тек күдік қана бар. Фарида үйге қайта кірді. Үй іші бұрынғыдан да суық сияқты. Ол Альтайырдың төсегіне жақындады. Жастығын қолыма алды. Сен қорықтың ба? Деді ол сыбырлап. Мен шақырдым ба? Көзінен жас қайта шықты. Сол сәтте Бақытжан кірді. Оның беті тікті қатайып кеткен. Полиция бізден бәрін сұрап жатыр, деді ол. Бізден? Е, қайда болдық, не істедік, бәрін. Фарида орнынан тұрды. Олар бізді күдікті көріп тұр ма? Бақытжан үндемеді. Бұл иә деген жауап еді. Фарида бір сәтке қатып қалды. Мен өз баламды жоғарттым. Ал олар бізден күдіктеніп отыр ма? Даусы көтеріліп кетті. Бақытжан жақындап келді. Бұл тергеу. Олар бәрін тексеруі керек. Бірақ Фарида оны тыңдамады. Оның ішінде бір нәрсе сынып бара жатты. Сыртта тағы да адамдардың дауысы естілді. Біреу айқайлап жатыр, біреу жүгіріп жүр. Полиция жаңа бағытпен қозғалды. Көлік ізі. Фарида сыртқа шықты. Қараңғы аспанға қарап тұрды. Балам, егер сен мені естіп тұрсам, мен сені табамын. Дауысы желмен бірге жоғалды. Бірақ ішіндегі қорқыныш күшейді. Себебі енді бұл жай жоғалу емес сияқты еді. Бұл біреудің араласуы болуы мүмкін деген ой алғаш рет анық сезілді. Таң қайтадан ауыр басталды. Бірақ бұл жолы ауылдағы ауа бұрынғыдай емес еді. Адамдардың көзқарасында күдік бар, сөздерінде сақтық бар, үндерінде не жасырын қорқыныш бар. Полиция түнгі мәліметтерді қайта-қайта тексеріп жатты. Табылған жалғыз із сол жол бойындағы көмескі белгі. Бәрінің назарын бір бағытқа бұрды. Бірақ енді әңгіме тек іздеуде емес еді. Әңгіме
адамдарда еді. Фарида сыртқа шыққанда көршілердің бірі оның көзіне тура қарамай өте шықты. Бірі сыбырлап сөйлеп тұрды. Бұл сезілмейтін болса да, жүрекке қатты батады. Бұрынғыдай емес. Бақытжан полиция көлігінің жанында тұр. Бір офицер оған бір қағаз көрсетіп жатыр. Біз көлік туралы ақпарат жинап жатырмыз, деді офицер. Сол уақытта осы жолмен өткен машиналарды анықтау керек. Бақытжан басын изеді, бірақ оның жүзінде шаршау мен ашу араласқан күй бар. Фарида жақындап келді. Бір нәрсе таптыңыздар ма? Деді ол үмітпен. Офицер оған тік қарады. Әзірге нақты ештеме жоқ, бірақ бірнеше күдікті көлік тіркелді. Күдікті? Сол сөз Фариданың ішінде бірден суық желдей өтті. Ауыл ішінде сыбыр күшейді. Біреу айтады, сол күні бөтен көрдік. Біреу айтады, баланы біреумен бірге көрген сияқты. Бірақ ештеңе нақты емес, кек күдік. Сол күдік адамдардың арасын жарып жіберді. Фарида үйге кіріп келе жатқанда, көрші әйел оны тоқтатты. Фарида, деді ол баяу, сендер сол күні есікті толық жаптыңдар ма? Фарида бір сәтке тоқтап қалды. Неге олай сұрайсыз? Әйел көзін тайдырды. Жай ғана. Сол жай ғана деген сөз ең ауыр сөздердің бірі болып шықты. Фарида үйге кіріп есікті жапты. Арқасын есікке сүйеп, көзін жұмды. Енді бәрі бізге күдіктене бастады, деді ол сыбырлап. Бақытжан үнсіз отыр. Бұл қалыпты, олар бәрін тексереді, деді ол ақырын. Бірақ Фарида басын шайқады. Мен баламды жоғалттым, ал олар бізді кінәлі қылып қоя ма? Сол сәтте оның дауысы дірілдеп кетті. Кешке қарай полиция тағы келді. Бұл жолы сұрақтар ұзақ болды. Баламен соңғы рет кім болды? Қай уақытта сыртқа шықты? Біреу есікті ашық қалдырды ма? Фарида әр сұрақты тыңдаған сайын, ішінен бір нәрсе үзіліп бара жатқандай сезінді. Бірақ ең ауыр сәт офицердің айтқаны болды. Кей жағдайларда бала жоғалуы сырттан араласу болуы мүмкін. Фарида орнынан тұрып кетті. Сіз не айтып тұрсыз? Менің баламды біреу алып кетті дейсіз бе? Үй ішіне ауыр тыныштық түсті. Бақытжан араласты. Біз ештеңе білмейміз. Кек баламызды табыңыздар. Офицер үндемеді. Бірақ оның көзі бәрін тексеріп жүрген адамдай. Фарида терезеге қарады. Сыртта қараңғылық қоюланып тұр. Егер біреу алып кетсе, деді ол сыбырлап. Ол қайда? Бұл сұраққа ешкім жауап бере алмады. Себебі енді бұл оқиға жай жоғалу емес еді. Бұл біреудің араласқан әлемі сияқты көріне бастады. Түн қайта түсті. Бірақ Фарида үшін бұл енді жай түн емес еді. Ол сана мен жүректің арасындағы ауыр соғысқа айналған уақыт болатын. Үй ішіндегі жарық әлсіз ғана жанып тұр. Қабырғалар бұрынғыдай жылы емес. Бәрі бөтен, суық. Тіпті тыныс алудың өзі ауыр сияқты. Фарида орындықта отыр, қозғалмайды. Қолында Альтайырдың кішкентай көйлегі. Сол ғана оның шынайы өмірден айырылып қалмағанын дәлелдейтіндей. Бірақ ішкі әлемі баяғыда быт-шыт болған. Егер мен сол күні, деді ол сыбырлап, сөйлемін аяқтай алмады. Көзінен жас та шықпайды, себебі жылауға да күш қалмаған. Бақытжан жанында отыр, ол да үндемейді. Екеуінің ортасында ауыр тыныштық бар. Бұл тыныштық сөзден де қатты соққы. Сыртта жел күшейді, терезе сәл сықырлап тұр. Әр дыбыс Фариданың жүйкесін тітіркендіреді. Ол кенет орнынан тұрды. Мен жынды болып бара жатырмын, деді ол дірілдеп. Мен оның дауысын естіп тұрғандай боламын. Бақытжан басын көтерді. Қай дауыс? Фарида көзін жұмды. Анашым, деп шақырғандай. Бақытжан бір сәтке үнсіз қалды. Не айту керегін білмеді. Фарида үй ішін аралай бастады. Әр бұрышқа қарап, әр затқа үңіледі. Альтайыр жүрген жерлерден оның ізін іздегендей. Ол мұнда отырды, мына жерде ойнады, деп өзімен өзі сөйлейді. Сосын тоқтайды. Ал қазір жоқ. Даусы сынып кетті. Бір сәтте ол қабырғаға сүйеніп сырғып түсті. Еденге отырып қалды. Мен оны қорғай алмадым, деді ол сыбырлап. Мен ана емеспін. Бақытжан жанына келді. Ондай деме. Онда неге ол жоқ? Деп Фарида айқайлап жіберді. Сол айқай үйді жарып өткендей болды. Сосын қайтадан үнсіздік орнады. Фарида қолын кеудесіне қойды. Жүрегім ауыртып барады, деді ол.
Сол сәтте ол алғаш рет шынымен құлап бара жатқанын сезді. Ана жүрегі бәріне төзетіндей көрінеді, бірақ шындық оның да шегі бар. Таңға жақын Фарида ұйықтап қалды. Бірақ бұл ұйқы емес еді, шаршаудан үзіліп кеткен сана ғана. Түсінде ол Альтаирды көрді. Кішкентай бала алыста тұр, қолын созып. Анашым. Фарида жүгірді. Балам, тоқта. Бірақ бала алыстай береді. Ара ғашықтық ұлғая береді. Мені тастама, деп айқайлайды Фарида. Сол сәтте ол оянып кетті. Демі жиілеген, көзінде үрей, бөлме қараңғы. Бақытжан ояу отыр екен. Тағы түс көрдің бе? Деді ол ақырын. Фарида жауап бермеді. Тек терезеге қарап қалды. Егер ол кірі болса, ол мені ұмытқан жоқ па? Деді ол сыбырлап. Бұл сұрақ ең ауыр сұрақ еді. Себебі енді ол тек баласын жоғалтқан ана емес еді. Өзінде жоғалта бастаған ана болатын. Таң әдеттегідей ауыр басталды. Бірақ бұл жолы ауада біртүрлі қозғалыс бар еді. Бір жаңалық келетіндей, бір үміттің қайта оянатындай белгі сезілді. Фарида ұйқысыз, түннен кейін әнсіреп отырды. Көзі ісіп кеткен, жүзі бозарып, даусы шықпайтын күйде. Бірақ жүрек бір нәрсені күтеді. Сол сәтте сырттан аяқ дыбыс естілді. Фарида, деп бір көрші әйел жүгіріп кірді. Бір хабар бар. Фарида бірден түрегелді. Не болды? Әйел демін әрең алып тұр. Біреу, бір бала көрдім деп айтыпты. Аудан жақта, Альтаирға ұқсайды дейді. Сол сөз Фариданың ішіне найзағайдай тиді. Қайда, қай жерде? Деп ол айқайлап жіберді. Бақытжан да бірден сыртқа шықты. Кім айтты? Қай адам? Көрші әйел абдырап қалды. Бір жүк көлігінің жүргізушісі дейді. Ол бала көрген сияқты, жылап тұрған бала. Фарида бір сәтке отыра алмай қалды. Көзінде алғаш рет қайтадан жарық пайда болғандай. Ол тірі, деді ол сыбырлап. Менің балам тірі. Бақытжан үнсіз қалды. Бірақ оның көзіне күдік түсті. Полицияға хабар берілді. Бірнеше минуттың ішінде ауыл қайта қозғалды. Көлік дайындалды. Біз барамыз, деді Бақытжан. Фарида көлікке отырғанда қолы дірілдеп тұрды. Жүрегі қатты соғып жатыр. Әр секунд үмітті үлкейтеді. Тек тезірек, деді ол сыбырлап. Өтінем. Жол бойы ол терезеге қарап отырды. Ішінде бір ғана ой. Ол тірі, ол мені күтіп отыр. Бірақ жол ұзақ, ой одан да ұзақ. Аудан шетіне жеткенде олар жүргізушіні тапты. Орта жастағы ер адам, шаршаған жүз. Иә, көрдім, деді ол. Кішкентай бала, жолдың жиегінде жылап тұрды. Фарида алға ұмтылды. Қайда, қай жер? Жүргізуші ойланып қалды. Мен тоқтадым, бірақ ол кезде біреу келіп баланы алып кетті сияқты. Сол сөз Фариданы тоқтатып тастады. Біреу алып кетті? Даусы сынып кетті. Полиция бірден сұрақ қойды. Қандай адам? Қай көлік? Жүргізуші басын шайқады. Жылдам болды. Анық көрмедім. Сол сәтте бәрі түсіп кетті. Фарида бір қадам артқа шегінді. Жоқ, деді ол. Жоқ, ол менің балам еді. Көзінен жас қайта ағылды. Бірақ бұл қуаныштым жас емес, қайта құлаған үміттім жас еді. Бақытжан қолын жұдырықтап тұр. Біз тағы да кешіктік, деді ол тістерін қысып. Полиция үнсіз қалды. Себебі бұл нақты із емес, кек жаңғырық еді. Кешке қарай ауылға қайта оралғанда Фарида көліктен түспей отырды. Неге? Деді ол сыбырлап. Неге маған үміт беріп қайта алып қояды? Үйге кіргенде ол ешкімге қарамады. Кікелей бөлмесіне барып есікті жапты. Бақытжан сыртта қалды. Фарида төсекке отырды. Қолмен бетін басты. Мен бұлай өмір сүре алмаймын, деді ол. Бірақ жүрек тоқтамаған. Үміт те толық өлмеген. Бір нәрсе анық болды. Бұл жолы үміт оны құтқармады. Оны одан сайын сындырды. Уақыт өтеді деген сөз кейде өтірік сияқты сезіледі. Фарида үшін күндерде, түндерде бір-біріне ұқсас ауыр тұманға айналған еді. Альтаир жоғалғаннан бері ауылдағы өмір өзгерді. Бір кезде шуақты болған үй енді үнсіз. Баланың күлкісі жоғалған соң, қабырғалардың өзі суық тартып қалғандай. Фарида күнді санауды қойған. Таң ба, кеш пе, бәрібір. Тек бір нәрсе бар. Іздеу бар ма, жоқ па? Бақытжан бұрынғыдай емес.
Оның көзі шаршаған, бірақ ішіндегі үміт өшпеген. Ол күн сайын полицияға барып, жаңа ақпарат бар ма деп сұрайды. Бірақ күндер бірдей жауап береді. Әзірге ештеңе жоқ. Бір күні кешке ауылға бейтаныс адам келді. Орта жастағы, қолында ескі сөмке. Ол полицияға барып бір нәрсе айтқысы келетінін білдірді. Бұл хабар бірден Фаридаға жетті. Біреу келіпті, баланы көргін депті, деді көш әйел баяу. Фарида орнынан бірден тұрды. Қайда? Ол қайтадан үміттім шетіне ілінді. Бірақ бұл жолы жүрегі сақтықпен соқты. Полиция бөлімінде бейтаныс ер адам отыр екен, дауысы бәсең. Мен ол кезде қалаға қарай бара жатқанмын, деді ол. Жол бойында кішкентай бала көрдім. Сипаттамасы дәл сол балаға ұқсайды. Фарида есіктен кіргенде, оның көзі бірден жанып кетті. Менің балам ба? Деді ол тірілдеп. Ер адам оған қарады, бір сәт үнсіз қалды. Иә, бірақ мен анық айта алмаймын. Сол бірақ бәрін бұзатын сөз болды. Полиция дереу сұрақ бастады. Қай жерде, қай уақытта, біреумен болды ма? Ер адам еске түсіріп тұрды. Қасында бір әйел болған сияқты, бала оның қолынан ұстап жүрді. Фарида бір сәтке қатып қалды. Әйел? Деді ол сыбырлап. Бақытжан жұдырығын түйді. Бұл не деген сөз? Полиция бір-біріне қарады. Жаңа бағыт пайда болғандай. Бірақ ештеңе нақты емес. Тек тағы да күдік. Сол түні Фарида ұйықтай алмады. Ол терезеге қарап отырды. Егер ол тірі болса, ол мені ұмытып кеткен жоқ па? Деді ол өзіне. Бақытжан жанында отыр. Жоқ, деді ол ақырын. Ана мен бала бір-бірін ұмытпайды. Фарида көзін жұмды. Онда неге мен оны таба алмаймын? Үнсіздік. Сыртта жел соғып тұр. Ауыл баяғыда емес, уақыт өткен сияқты, бірақ ауырлық сол күйі. Келесі күні полиция жаңа бағыт бойынша тексеруді бастады. Ал Фарида алғаш рет сезді. Бұл іздеу енді тек жоғалған баланы емес, өткен өмірді де іздеп жүргендей. Түн әдеттегідей ауыр түсті. Бірақ бұл жолы ауылдағы тыныштықтың астында бір түрлі сергектік бар еді. Бәрі бір жаңалық күткендей. Фарида ұйықтамады. Ол төсекте отырып, қолындағы телефонды қайта-қайта қарай берді. Экран жарығы бөлмені әлсіз ғана жарықтандырады. Бақытжан да ояу, үнсіз. Екеуінің ортасында айтылмаған ауыр сөздер ілініп тұрғандай. Сағат түнгі 2-ге таяғанда телефон шыр ете қалды. Сол дыбыс үй ішін тіліп өткендей болды. Фарида селк етіп кетті. Қолы дірілдеп телефонды көтерді. Алло? Бірнеше секунд үнсіздік. Сосын төмен бейтаныс ер адамның дауысы. Сіз Альтайырдың анасысыз ба? Фариданың жүрегі тоқтап қалғандай болды. Иә, деді ол әрең. Иә, мен... Дауысы дірілдеп кетті. Тыңдаңыз, мен ұзақ ойландым қоңырау шалуды, деді ер адам баяу. Бірақ мен бір нәрсе көрдім деп ойлаймын. Фарида орнынан атып тұрды. Қайда? Қай жерде? Ол тірі ме? Бақытжан бірден жанында пайда болды. Телефонға жақындады. Ер адамның дауысы ауыр естілді. Мен жолда көрдім. Кішкентай бала, бір әйелмен бірге. Сол сөз Фариданың ішін қайта жарып өтті. Әйел? Деді ол сыбырлап. Иә, мен анық көрдім деп айта алмаймын, бірақ бала жылап тұрған сияқты еді. Фарида телефонды қатты қысты ұстады. Қай жерде? Айтыңызшы. Ер адам бір сәт үнсіз қалды. Қалаға кіреберістегі ескі жанармай бекеті. Шамамен кешкі 6 шамасында. Сосын байланыс үзілді. Тұйық үн. Фарида телефонды түсіріп алды. Бұл ол, деді ол дірілдеп. Бұл менің балам. Бақытжан үнсіз тұр, бірақ оның көзінде үміт пен қорқыныш қатар тұр. Біз барамыз, деді ол қысқа ғана. Сол түні олар жолға шықты. Көлік ішінде үнсіздік, тек қозғалтқыш үні. Фарида терезеге қарап отыр, көзінде жас. Егер бұл жолда өтірік болса ше, бірақ жүрек сенгісі келеді. Жанармай бекетіне жеткенде бәрі өзгеріп кеткен еді. Ол ескі, жарығы әлсіз орын, түнгі жел есіп тұр. Фарида бірден көліктен түсті. Мұнда, осы жерде, деді ол жан-жағына қарап. Бақытжан қызметкерден сұрай бастады. Кешкі 6-да әйел мен бала болды ма? Қызметкер ойланып қалды. Иә, бір әйел болды, баламен. Бірақ ол бала... Фарида бірден жақындады. Ол бала менікі ме? Қызметкер жауап бермей тұрып қалды.
Бала кішкентай еді, бірақ беті анық көрінбеді. Олар тез кетіп қалды. Сол сәтте Фариданың әлемі қайтадан шайқалды. «Қай жаққа?» деп айқайлап жіберді ол. Бірақ жауап жоқ. Тек түн, тек жел, тек тағда үзілген үміт. Бақытжан қабырғаға сүйеніп тұрды. «Біз тағда сәл кешіктік», деді ол баяу. Фарида жерге қарап тұрды, дыбыс шығармады. Бірақ ішіндегі бір нәрсе өзгеріп кетті. Бұл жолы ол жылаған жоқ. Тек қатты, суық тыныштық орнады. Сол тыныштық ең қауіпті кезеңнің бастамасы еді. Жанармай бекетінен кейінгі түн бұрынғы түндерге ұқсамады. Бұл жолы үміт те толық өшпеді, қорқыныш та күшеймеді. Екеуінің арасында бір түсініксіз ауыр тыныштық орнады. Фарида көлік терезесіне қарап келе жатты. Қала шамдары алыстан жылтырайды, бірақ оның ішінде жарық жоқ сияқты. Бар ойы бір жерде. Әйел, бала. Бақытжан рульде үнсіз, бірақ оның қолы қатты қысылған. Ол да бір нәрсенің шетіне жақындап келе жатқанын сезеді. «Біз енді тоқтай алмаймыз», деді ол ақырын. Фарида жауап бермеді. Ол тек басын изеді. Ертеңіне олар полицияға қайта барды. Бұл жолы бұрынғыдай бос сөз емес. Нақты орын, нақты уақыт бар еді. Офицерлер деректерді тексере бастады. Камералар, жол жазбалары, куәгерлер. Кешке қарай бір полиция қызметкері баяу келді. «Біз бір көлік жазбасын таптық», деді ол. Фарида орнынан атып тұрды. «Көрсетіңіз». Мониторда ескі жанармай бекеті көрінді. Кешкі уақыт. Бір әйел көлікке жақындап тұр. Қасында кішкентай бала. Фариданың жүрегі дүрсілдеп кетті. «Бұл», деді ол дірілдеп. «Бұл менің балам». Бақытжан экранға жақындады, бірақ кадр бұлыңғыреді. Баланың беті анық көрінбейді. Әйел де асығыс қозғалып жатыр. Полиция қызметкері сөйледі. «Біз көліктің нөмірін анықтадық. Ол жалға алынған». «Кімге берілген?» деді Бақытжан бірден. Қызметкер кідірді. «Бір әйелдің атына, бірақ құжат жалған болуы мүмкін». Сол сәтте бәрі қайтадан күрделенді. Фарида қолын үстелге қойды. «Сонда ол тірі ме?» деді ол сыбырлап. Ешкім жауап бермеді. Бірақ бұл жолы бұрынғыдай бос үміт емес еді. Бұл іздің нақтылануы еді. Түнде Фарида үйге оралды. Ол Альтаирдың бөлмесіне кірді. Бөлме сол қалпы. Ойыншықтар, киімдер, бәрі уақыт тоқтап қалғандай. Фарида кішкентай көлікті қолына алды. «Сен қайдасың?» деді ол сыбырлап. «Егер тірі болсаң, мен сені табамын». Сол сәтте оның ішінде бір нәрсе өзгерді. Бұрынғы әлсіздік орнына бір қатты, берілмейтін сезім келді. Бұл ана үмітінің соңғы түрі емес еді. Бұл күрес басталатынының белгісі еді. Сыртта жел соғып тұрды. Бірақ бұл жел енді бұрынғыдай қорқынышты емес, жол көрсетіп тұрғандай сезілді. Таң атқанда қала үстіне сұрғылт тұман жайылды. Бұл күн әдеттегідей емес еді. Бәрі бір жаңалықтың алдында тұрғандай тыныш, бірақ ауыр сезілді. Фарида ұйқы көрмеді. Көзі ашық, ойы шаршаған, бірақ жүрегі тынышталмайды. Кеше көрген бейне оның санасынан кетпей қойды. Әйел, бала, асығыс қозғалыс. Бақытжан таңертең ерте полицияға кетті. Ол бұл істі енді бір минутқа да тоқтатуға болмайтынын түсінді. Полиция бөлімінде жұмыс қарқынды жүріп жатты. Көлік нөмірі бойынша іздеу басталған. «Біз жалға алынған көлікті анықтадық», деді офицер. Бақытжан бірден алғантылды. «Қайда? Кім алды?» Офицер қағазға қарап сөйледі. «Құжат бойынша бір әйел, бірақ аты жөні жалған болуы мүмкін. Біз оның нақты тұлғасын тексеріп жатырмыз». Сол сәтте Фарида да келді. Оның жүзі шаршаған, бірақ көзінде бұрынғыдай әлсіздік жоқ. «Мен онымен кездесем», деді ол қатты дауыспен. Бір офицер оған қарады. «Бұл әлі анық емес». «Маған бәрібір», деді Фарида алғаш рет дауысын көтеріп. «Ол менің баламды көрген». Бөлмеде үнсіздік орнады. Бақытжан оның қасына келді. «Біз бәрін дұрыс тексеруіміз керек». Бірақ Фарида басын шайқады. «Жоқ, мен күтіп отыра алмаймын». Сол сәтте бір тергеуші кірді. «Бізде бір ақпарат бар», деді ол баяу. «Әйелдің соңғы тіркелген орны қала шетіндегі ескі үй». Фарида бірден түрегелді. «Онда барамыз». Қала шетінде ескі, тозығы жеткен үй тұрды. Қабырғалары сұр, терезелері қараңғы. Айналада тыныштық. Фарида көліктен түсті. Оның жүрегі қатты соғып тұр. «Осында?» деді ол сыбырлап. Полиция есікті қақты. Бірнеше секундтан кейін есік баяу ашылды.
іштен шаршаған, қорқынышты көзқарасы бар әйел шықты. Фарида оны көрген сәтте бір қадам алға ұмтылды. «Сен!» деді ол дірілдеп. «Менің балам қайда?» Әйел үнсіз қалды. Сол үнсіздік бәрін ауырлатты. Бақытжан араласты. «Біз сені камерадан көрдік. Бала қайда?» Әйел көзін төмен түсірді. Мен ешкімге зиян келтіргім келген жоқ». Фарида оның жағасына жармасып кете жаздады. «Баламды қайтар». Әйел жылап жіберді. «Ол менде емес». Сол сөз ауада қатып қалды. «Не?» деді Фарида. Әйел басын шайқады. «Мен оны тек бір жерге жеткіздім. Содан кейін...» Ол сөйлемін аяқтай алмады. Полиция бірден араласты. «Кімге?» Әйел көзін көтерді. «Бір ер адамға». Сол сәтте Фариданың әлемі қайтадан шайқалды. «Қай ер адам?» деп айқайлады ол. Әйел үнсіз қалды, бірақ оның көзінде қорқыныш бар еді. Бұл бір адамның емес, үлкен құпияның басталғанын көрсеткен көзқарас еді. Әйелдің соңғы сөзі бөлме ішін тіліп өтті. «Бір ер адам». Сол сәтте бәрі тоқтап қалғандай болды. Тіпті ауа да ауырлап кеткендей. Фарида бір қадам артқа шегінді. «Қай ер адам?» Дауысы дірілдеп шықты. «Айт!» Әйел көзін төмен түсірді. Қолдары қалтырап тұр. «Мен оның атын білмеймін. Тек оны жолдас деп шақыратын». Бақытжан бірден араласты. «Қай жерде кездестің?» «Қала шетінде, ескі қойма жақта», деді әйел әрен сөйлеп. «Ол маған тек баланы уақытша әкел» деді. Сол сөз Фариданы іштен жарып жіберді. «Уақытша?» деп айғайлап жіберді ол. «Бұл ойыншық па?» Офицер әйелді бір шетке отырғызды. Тергеу енді қаталдана түсті. «Бізге толық айтып беріңіз. Баланы қайда апардыңыз?» Әйел жылап жіберді. «Мен қорықтым. Ол адам қорқынышты еді. Мен тек тапсырманы орындадым». Фарида оның әр сөзін ұстап қалғысы келгендей тыңдап тұр. «Бала жылады ма?» деді ол сыбырлап. Әйел басын изеді. Сол бір ғана ишара Фариданың жүрегін қайтадан қанатып жіберді. Бақытжан жұдырығын түйді. «Қай жаққа апарды?» Әйел бірақ үнсіз отырды. Сосын баяу айтты. «Қала сыртындағы ескі ферма. Мен сол жерге тастап кеттім». Сол сәтте офицерлер бір-біріне қарады. «Орнын нақтылаңыз», деді біреуі қатқыл үнмен. Әйел координатын айтты. Сағат өтпей жатып арнайы топ қозғалды. Фарида да бірге барды. Оны тоқтатуға ешкім тырыспады. Себебі оның көзіндегі үміт енді басқа еді. Бұл соңғы мүмкіндікке айналған үміт. Жол бойы Фарида терезеге қарап отырды. Ферма, ескі ферма. Жүрегі қатты соғады. Қорқыныш пен үміт араласқан ауыр күй. Бақытжан жанында үнсіз, бірақ оның қолы дірілдеп тұр. «Біз табамыз», деді ол ақырын. Бірақ бұл жолы Фарида жауап бермеді. Себебі ол енді сену мен сенбеудің арасында емес еді. Ол тек шындықты көргісі келетін халде болатын. Ескі фермаға жеткенде бәрі тоқтады. Ғимарат қараңғы, тозған, есігі жартылай ашық, ішінен суық жел еседі. Фарида бірінші болып түсті. «Альтаир», деді ол сыбырлап. Бір қадам, тағы бір қадам. Ішке кірген сәтте иіс те, үн де басқа еді. Бос, суық, ескі уақыттың ізі қалған орын. Полиция жан-жақты тексеріп жатты. «Мұнда жақында біреу болған», деді бір офицер. Фарида қабырғаға қарады. Еденде кішкентай іздер сияқты белгі көрінді. «Бұл», деді ол дірілдеп, «бұл бала». Ол тізерлей қалды. Сол сәтте алыстан бір дыбыс естілді. Жұмсақ емес, анық емес, бірақ бір сәтке ғана. Ескі фермадағы сол бір сәттен кейін ешкім ұзақ сөйлеген жоқ. Ауа ауыр еді. Тіпті іздеуге келген полицейлердің өздері бір нәрсенің дәл жанында тұрғандай, бірақ қолмен ұстай алмай тұрған күйде жүр. Фарида сол жерден кетпей ұзақ тұрды. Көзі бір нүктеге қадалған. Құлағында әлгі әлсізін қайта-қайта жаңғырады. «Анашым, мен естідім», деді ол ақырын. «Мен анық естідім». Бақытжан оның өғына қолын қойды. «Фарида, бұл шашаудан болуы мүмкін». Бірақ Фарида басын шайқады. «Жоқ, ол мені шақырды». Офицерлер ферма ішін толық қарап шықты. Бірнеше белгі табылды. Балаларға арналған ескі көрпе, едендегі жаңа іздер және сыртқа қарай кеткен көмескі аяқ іздері. «Бұл жер уақытша орын болған», деді тергеуші.
Олар ұзақ отырмаған. Сол сөз Фариданы қайтадан үміт пен үрейдің арасына тастады. Уақытша. Демек, ол тірі, деді ол сыбырлап. Ешкім бірден жауап бермеді, бірақ ешкімді жоққа шығармады. Сол ең ауыр үнсіздік еді. Кешке қарай жаңа ақпарат келді. Бір ауыл шетінде тұратын әйел полицияға хабарласқан. Ол балаға ұқсайтын кішкентай ұлды көргенін айтты. Ол жалғыз емес еді, деді куәгер. Бір ер адаммен жүрді. Бала үнсіз болды. Фарида бұл хабарды естіген сәтте орнынан атып тұрды. Қай жерде? Олар бірден сол бағытқа шықты. Жол бойы Фарида дірілдеп отырды. Бірақ бұл жолы ол жылаған жоқ. Көзінде тек бір нәрсе бар. Соңына дейін бару. Егер бұл да жалған болса, деді Бақытжан ақырын. Фарида оны тоқтатты. Жоқ, бұл жолы мен сезіп тұрмын. Ауыл шетіне жеткенде күн батып бара жатты. Қызғылт аспан мен қараңғылық араласқан уақыт. Куәгер әйел үйінің жанында тұр екен. Мен көрдім, деді ол қорқып. Кішкентай бала, шамамен 7 жаста. Көзі қорқып тұрғандай. Фарида алға ұмтылды. Ол қандай еді? Киімі қандай? Әйел ойланып қалды. Ашық түсті футболка, және ол бір ер адаммен бірге болды. Сол сәтте Фариданың тынысы тарылды. Ер адам қай жаққа кетті? Әйел оң жақтағы ескі жолды көрсетті. Полиция бірден сол бағытқа қозғалды. Фарида да бірге жүгірді. Жүрегі кеудесінен шығып кетердей. Альтаир! Деп айқайлады ол. Жауап жоқ. Тек жел, тек қараңғылық, тек жол. Бірақ бір сәтте алыстан өтәлсіз бала дауысы естілгендей болды. Фарида бірден тоқтады. Естідіңдер ме? Деді ол дірілдеп. Бақытжан тыңдап қалды. Иә, бір нәрсе бар еді. Бірақ анық емес, бірақ тірі өмірдің белгісіндей әлсіз дыбыс. Осы сәтте іздеу жаңа деңгейге өтті. Енді бұл тек іздеу емес еді. Бұл жақында қалған шындық еді. Қараңғылық қоюланып, ауыл шетінің ескі жолын толық ұштып қойғандай болды. Фарида әр қадам сайын жүрегі қатты соғып, демі тарылып бара жатқанын сезді. Бірақ ол тоқтаған жоқ. Сол жерде, деді куәгер әйел алыстан көрсетіп. Мен дәл сол жерді көрдім. Полиция фонарларын жақты. Жарық шеңберлері жол бойын кезіп өтті. Фарида жүгіріп кетті. Альтаир! Деп айқайлады ол бар даусымен. Жауап жоқ. Тағы бір рет. Балам! Сол сәтте алыстан өте әлсіз, үзіліп шыққан дауыс естілді. Анашым! Фарида қатып қалды. Денесі дірілдеп кетті. Альтаир! Деді ол сыбырлап. Жүрегі тоқтап қалғандай болды. Жарық сәуле жолдың шетіне түсті. Сол жерде кішкентай бала тұр. Ашық түсті футболка, шаң басқан аяқ, қорқыныштан қалтыраған иық. Фарида оны көрген сәтте көзінен жас атқылады. Балам! Деді ол әрен. Балам, бұл сен бе? Бала бір қадам артқа шегінді. Анашым! Сол дауыс нақты еді, тірі еді. Фарида бәрін ұмытып жүгіріп барды. Альтаир! Ол тізерлеп отырып баланы құшағына алды. Бірақ бала қатты дірілдеп тұрды. Қорыққан, бөтен сияқты. Қорықпа, мен сенің анаңмын, деді Фарида жылап. Бала бір сәтке үнсіз қалды. Сосын ақырын ғана. Мен сені танимын ба? Деді. Сол сөз Фариданың жүрегін жарып жіберді. Не? Деді ол сыбырлап. Бала оның бетіне ұзақ қарады, бірақ көзінде қаныстық әлсіз. Бақытжан жетіп келді. Альтаир! Деді ол дірілдеп. Бірақ бала оған да қарай берді. Бөтен адамға қарағандай. Фарида баланы құшағына қыса түсті. Жоқ, сен менің баламсың. Сен менің Альтаирімсің. Бірақ бала үнсіз қалды. Сол сәтте полиция айналаны тексеріп жатты. Мұнда біреу болған, деп айқайлады бір офицер. Алыстан қозғалған көлік жарығы көрінді. Ол кетіп барады, деді біреу. Бақытжан жүгірмек болды, бірақ кеш еді. Көлік қараңғылыққа сіңіп кетті. Фарида баласын құшақтап отырып қалды. Сен мені ұмыттың ба? Деді ол сыбырлап. Бала оның қолында дірілдеп тұр. Тірі, бірақ жоғалғандай. Алып кеткен жылдар оның көзінде із қалдырған еді. Фарида баласын қатты қысты. Енді ешқайда кетпейсің, ешқашан. Бірақ ішінде бір ауыр шындық бар еді.
Бұл кездесудің соңы емес, бұл тек бастамасы болатын. Түннің салқыны ауыл шетіне жайлап сіңіп бара жатты. Бірақ Фарида үшін бұл түн бұрынғы түндерден мүлде бөлек еді. Енді оның қолында із емес, кірі бала бар. Альтаир. Ол Фариданың құшағында отырса да, көзіндегі белгісіздік жүректі ауыртады. Бала таныс иісті сезгендей жақындап келсе де, ішкі қорқынышы әлі кетпеген. «Балам», деді Фарида сыбырлап, «қорықпа, мен қасындамын». Бірақ бала үнсіз, тек жан-жағына қарай береді, әр дыбысқа селк етеді. Бақытжан олардың жанында отыр. Оның да көзінде жас бар, бірақ ол өзін ұстап отыр. «Ол бізді ұмытқан сияқты», деді ол ақырын. Фарида басын шайқады. «Жоқ, бала ешқашан ұмытпайды. Біреу оны үйреткен». Сол сәтте полиция баланы тексеруге алып кетті. Дәрігер шақырылды. Фарида есік алдында күтіп қалды. Қолдары дірілдеп тұр. Сағаттар ұзақ өтті. Ақыр дәрігер шықты. Бала физикалық тұрғыдан әлсіз, бірақ жалпы жағдайы ауыр емес, деді ол. Бірақ психологиялық күйі өте күрделі. Фарида бір қадам алға басты. «Нені айтасыз?» Дәрігер күрсінді. Ол ұзақ уақыт бойы басқа ортада болған. Оған жаңа есім, жаңа өмір сияқты нәрселер үйретілген болуы мүмкін. Сол сөз Фариданың ішін тіліп өтті. «Жаңа есім?» деді ол сыбырлап. Бақытжан қабырғаға сүйеніп қалды. «Демек, біреу оны бізден әдейі алып кеткен бе?» Дәрігер жауап бермеді, бірақ оның көзі бәрін айтып тұрды. Кейін Альтаирді қайта шығарды. Фарида оны қайта құшағына алды. «Мен сені ешқашан тастамаймын, естисің бе? Ешқашан». Бірақ бала оның көзіне түк қарамады. «Сіз менің анамсыз ба?» деді ол баяу. Сол сұрақ Фариданың жүрегін қайта сындырды. «Иә, мен сенің анаммын», деді ол, көз жасын әрең тежеп. Бала үндемеді. «Мен басқа бір үйде болдым», деді ол ақырын. «Олар мені басқа атпен шақыратын». Фарида тізерлеп отырды. «Қандай ат?» Бала ойланып қалды. «Мен есімде жоқ. Бәрі бұлыңғыр». Сол сәтте шындықтың бір бөлігі ашылды. Оны жоғалтқан жоқ, оны өзгерткен. Фарида көзін жұмды. «Саған не істеді?» деді ол сыбырлап. Бірақ бала жауап бере алмады. Тек қорқыныш, тек үзіліп қалған естеліктер. Бақытжан жұдырығын түйді. «Біз оны кіммен алып кетті?» Сол сұрақ ауада ілініп қалды. Жауап әлі жоқ еді. Бірақ енді бәрі анық. Альтаир жоғалтты етпеген, оны әдейі алып, басқа өмірге салған. Күндер баяу өтсе де, енді олар бұрынғыдай қараңғы емес еді. Фарида үшін әр таң ауыр күдік емес, кішкентай үміттің қайта оянуы болатын. Альтаир үйге келгеннен кейін бірден өз-өзіне келе қойған жоқ. Ол бұрынғы өмірін толық ұмытпағандай, бірақ толық есіне түсіре алмайтындай күйде еді. Кейде терезеге ұзақ қарап отырады, кейде бір дыбыстан селк етеді, кейде түнде оянып кетіп, үнсіз жылайды. Фарида оның жанынан бір қадамда алыстамайтын болды. «Балам, сен жалғыз емессің», деп сыбырлап, қолман ұстап отыратын. Бақытжан да өзгерді. Оның ішіндегі ашу орнына баяу ғана түсіністікпен ауыр күрес келді. Ол баланы қайтадан өз әлеміне қайтару оңай болмайтынын түсінді. Бір күні кешке Альтаир аулада отырды. Күн баяу батып барады. Аспан қызғылт. Фарида жанында. «Сен бір нәрсені есіме түсіргің келе ме?» деді ол ақын. Бала үндемеді, бірақ басын сәл изеді. Фарида терең дем алды. «Сен кішкентай кезінде алма ағашының астында ойнайтынсың. Сен күлетін едің». Сол сөздер айтылған сайын, баланың көзінде әлсіз жылт ете бастағандай болды. «Алма», деді ол ақырын. Фарида селк етті. «Иә, алма». Бала басын ұстап қалды. «Мен бір үйде есіме түсіріп тұрмын», деді ол сыбырлап. «Бірақ ол суық сияқты». Фарида көз жасын тыя алмады. «Ол сенің үйің емес еді, балам». Сол сәтте Альтаир алғаш рет оған тік қарады. «Сіз мені күттіңіз бе?» Фарида жылап күліп жіберді. «Мен сені әр секунд күткенмін». Бала үнсіз қалды. Бірақ бұл үнсіздік бұрынғыдай қорқынышты емес еді. Бұл түсінуге жақын үнсіздік еді. Кейінгі күндері Альтаирдың естеліктері біртіндеп ашыла бастады.
олар мені басқа атпен шақыратын. Мен көп уақыт ішінде үйден шықпадым. Бір ер адам маған, сен мұнда тұрасың дейтін. Фарида әр сөзді жүрегіне ауыр тас сияқты сақтады. Бақытжан бір күні жай ғана айтты. Біз тек баланы емес, оның балалық шағында қайтарып жатырмыз. Фарида басын изеді. Иә, бірақ ол енді бізбен. Сол сөз олардың өміріндегі ең маңыздысы еді. Альтаир енді кейде күлетін болды. Әлсіз, бірақ шынайы күлкі. Бір күні ол Фариданың қолынан ұстап, «Анашым, мен сізді түсімде көрдім», деді. Фарида тоқтап қалды. «Қандай түс?» Бала ойланып тұрды. «Жарық түс. Сіз жылап тұрдыңыз». Фарида оны құшағына алды. «Енді жыламаймын. Енді ешқашан». Бірақ көзінен тағы да жас тамды. Себебі кей жара толық жазылмайды. Ол тек бірге өмір сүруге үйренеді. Альтаир үйіне оралғанмен Фарида мен Бақытжанның жүрегінде бір ғана сұрақ қалып қойды. Біздің баламызды кім алып кетті? Неге? 3 жыл бойы неге қайтармады? Бұл сұрақтың жауабы бірнеше аптадан кейін белгілі болды. Полиция ұсталған әйелден алынған мәліметтер арқылы қылмыстық топтың қалған мүшелерінде қолға түсірді. Тергеу айларға созылды. Ақыры бәрі белгілі болды. Альтаирды кездейсоқ алып кетпеген, оны алдын ала бақылаған. Тергеу барысында қылмыстық топтың бірнеше күн бойы Фариданың үйін сырттай бақылаған анықталды. Олар Бақытжанның қай уақытта жұмысқа кететінін, Фариданың қай кезде аулаға шығатынын, Альтаирдың қай жерде ойнайтынын түгел зерттеген. Сол күні Фарида небәрі бірнеше минутқа үйге кіргенде, қақпа сыртында күтіп тұрған ер адам аулаға кіріп, Альтаирды көтеріп, көлікке отырғызған. Бала айқайлап үлгерген жоқ. Оған тәтті ұсынып, анасы шақырып жатқанын айтып, алдап алып кеткен. Көлік бірден ауылдан шығып кеткен. Сол сәттен бастап Альтаирдың бұрынғы өмірі аяқталған еді. Тергеуде белгілі болғандай, бұл қарапайым ұрлық емес еді. Бұл балаларды заңсыз басқа адамдарға берумен айналысқан ұйымдасқан қылмыстық топ болатын. Олар жетім балаларды емес, толық отбасы бар балаларды ұрлайтын. Өйткені кішкентай балаларды психологиялық тұрғыдан басқа өмірге бейімдеу оңай болатын. Фарида көз жасын тыя алмай тыңдап отырды. Тергеуші сөзін жалғастырды. Альтаирды бірден ешкімге бермеген. Неге? Деді Фарида. Себебі оны іздеу бүкіл ел бойынша жарияланды. Егер сол кезде басқа отбасыға берсе, немесе шекарадан шығарса, бірден ұсталар еді. Сондықтан олар күткен. Алғашқы айларда Альтаир қаладағы жалдамалы пәтерлерде ұсталды. Кейін басқа қалаға көшірілді. Тағы бірнеше айдан кейін тағы басқа жерге апарылды. 3 жылдың ішінде ол 5 түрлі үйде тұрған. Әр үйде оған бір ғана нәрсе қайталанатын. Сенің атың Альтаир емес. Әке шешең сені тастап кеткен. Біз сенің отбасыңбыз. Егер полицияны көрсең, үндеме. Егер бұрынғы ата-анаңды көрсең, олар бөтен адамдар. Алғашында Альтаир күн сайын жылаған, күн сайын анасын шақырған. Есікке қарай жүгіріп, анашым келеді деп күткен. Бірақ уақыт өте келе, оның жан дүниесі шаршай бастады. Кішкентай балаға бір өтірікті күн сайын қайталай берсе, ол шындыққа ұқсап кетеді. 3 жылдан кейін Альтаир бұрынғы өмірін толық ұмытпаса да, көмескі ғана еске алатын болды. Сонда олар оны не үшін сонша уақыт ұстаған? Деді Бақытжан. Тергеуші ауыр күрсінді. Олар жалған құжат дайындап жатқан. Альтаирдың жаңа туы туралы куәлігі жасалған. Жаңа аты жөні жазылған. Тіпті басқа облыста туған деген жалған медициналық құжаттарда дайын болған. Барлығы заңды көріну үшін ұзақ уақыт қажет болған. Соңғы жоспар бойынша Альтаирды шетелге алып кетуі тиіс еді. Құжат толық дайын болған соң, оны басқа отбасының туған баласы ретінде көрсетіп, елден шығармақ болған. Егер олар үлгергенде, Альтаирды табу мүмкін болмайтын еді. Фарида осы сөздерді естігенде көз жасын тоқтата алмады. Ол ұлына қарап отырды. Мен сені жоғалтпаппын. Сені менен тартып алған екен. Сол сәтте Альтаир анасына жақындады. Анашым. Фарида селк етіп басын көтерді. Бұл жолы бала оның көзіне тіке қарап тұр еді. Мен бәрін есіме түсіре алмадым. Бірақ сенің исіңді ұмытпаппын. Сенің даусыңды да. Мен түсімде сені үнемі көретінмін. Фарида баласын құшағына қысып, еңіреп жылады. Бұл
қайғының емес, 3 жыл бойы үзілмеген үміттің жеңісі еді. Бақытжан екеуіне жақындап үнсіз құшақтады. Үшеуі де жылап тұрды. Бұл көз жасы жоғалтудың емес, қайта табысудың көз жасы еді. Сол күні Фарида көкке қарап сыбырлады. Кейде үміттің жолы өте ұзақ болады екен, бірақ ана жүрегі ешқашан адаспайды. Осылайша 3 жылға созылған қасірет аяқталды. Бірақ олар өткенді ұмытқан жоқ. Олар кек бір нәрсені түсінді. Баладан айырылудан ауыр қасірет жоқ. Ал баласын қайта құшағына басқан анадан бақытты адам жоқ. Егер бұл оқиға сіздің жүрегіңізге әсер еткен болса, арнаға жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар. Өз ойларыңызды төмендегі пікірлерге қалдырыңыздар. Сіздің әр пікіріңіз біз үшін өте маңызды. Осындай өмірлік, қайғылы әрі әсерлі оқиғаларды бізде әлде көп. Келесі видеоларда кездескенше, көргеніңіз үшін рахмет.